Барлықтарыңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін сіздерге біздің отбасымызбен сүйіп жейтін тағамымыз мясо по-французскийдің жасалу жолын ұсынамын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар және менің YouTube парақшама тіркеліп жанындағы қоңырау белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар: қызанақ, жуа, картоп керек. Енді қара бұрыш, қызыл бұрыш, сыр керек, бетіне сепкенге, майонез, фарш керек, сұйық май және де тұз қажет. Бірінші картоптарымызды осылай дөңгелек етіп кесіп шығамыз. Мен жұқарақ етіп кестім, сіздер сәл қалыңдау етпесеңіздер де болады. Енді бір үлкен жуамызды дәл солай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін қызанақтарымызды да дәл солай дөңгелек етіп кесіп, барлығын дайындап қоямыз. Енді барлығы дайын болғаннан кейін осындай формамызға сұйық майымызды жағып шығамыз. Жақсылап жағып аламыз да үстіне картоптарымызды қойып шығамыз. Мендегі форма ол сәл үлкен форма. Сіздер егер де қолдарыңызда стеклянный форма болса, сондай форма жасасаңыздар өте әдемі әрі биік болып шығады. Жасап көріңіздер қыздар, дәмі күшті болып шығатын тағам. Енді фарштарымызды осылай қолымызбен бір келкі етіп аламыз да картоптың үстіне әдемілеп орналастырып шығамыз. Фарштарымыздың барлығын қойып болғаннан кейін міндетті түрде тұзымызды, шым-шым, одан кейін қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды сеуіп шығамыз, дәмін келтіреміз. Енді осы фаршқа майонез құйып шығамыз. Майонезімізді осылай видеодағыдай әдемі етіп, бір келкі етіп жағып шығамыз. Енді майонезімізді жағып болғаннан кейін дөңгелек етіп кесілген пиязымызды осылай үстіне қойып шығамыз. Одан кейін қайтадан қалған картоптарымызды қойып шығамыз. Осы жерде картоптың орнына сіздер пюрені картопты пюре қылып істеп қойсаңыздар да дәмі өте керемет болып шығады. Картопымызды қойып болғаннан кейін үстіне тағы да майонез себеміз. Егер майонезі көп болғанын қаламасаңыз, осы кезде майонезді қоспай қойсаңыздар да болады. Майонезді қосып болғаннан кейін үстіне шым-шым тұзымызды, қара және қызыл бұрышымызды сеуіп шығамыз. Және ең соңында бетіне қызанақтарымызды қойып шығамыз. Қызанақтарымыздың барлығын қойып болғаннан кейін үстіне тағы да тұз себеміз және де мен кесочканың көмегімен бетін майлап шықтым сұйық маймен. Және осыны пеште әдемілеп картоплымызбен фаршыңыз піскенше 180-200 градуста пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңіздің жағдайына қарап пісіресіздер. Және піскен кезде бетіне сырды теркадан өткізіп, үстін тағы да пешке 5 минутқа салып қоясыздар. Менде бұл видео түсірілмей қапты, ауызашардың уақыты жақындап қалғандықтан, бірақ тағамы өте дәмді болып шығады. Сіздер де ауызашарға дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға кеңес беремін, ас болсын.